құрметті оқырмандар, ақын Қадыр Мырзалиевтің туылғанына 90 жыл толуына орай Қадыр Найзағайлы ақын атты тұлғалық сағатымызға қош келдіңіздер. Қадыр Мырзалиев қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ақын, әдебиет сыншысы, қоғам қайраткері. Ол 1939 жылы 5 қаңтарда Алматы облысының Райымбек ауданында дүниеге келген. Қазақ поэзиясына өзіндік із қалдырған, шығармалары терең философиялық ойларға, адамдық құндылықтарға бағытталған. Жазушының шығармашылығы кең ауқымды, оның ішінде поэзия, прозалық шығармалар, сын мақалалары және аударма еңбектері бар. Қадыр Мырзалиевтің өмірі мен шығармашылығының негізі оның туған жерімен, халқының тарихымен тығыз байланысты. Оның шығармаларында қазақтың рухани байлығы мен мәдениеті, табиғат сұлулығы мен халықтың тұрмыс тіршілігі, ұлттық болмыс пен өмірдің мәні терең сипатталады.